Армысыздар қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, 2022 жылы мемлекет тарапынан берілетін максималды сыйлықақыны алу үшін отбасы банкінде ашылған депозитке қанша ақша салу қажет. Жыл сайын өздеріңіз байқасаңыздар, оның көлемі өсіп отырады, себебі республикамыз бойынша айлық есептік көрсеткіш өседі. 2022 жылға бір айлық есептік көрсеткіш 3063 теңге. Мемлекет тарапынан берілетін максималды сыйлықақы максимум сіздің отбасы банкінде ашылған 200 айлық сомаңызға беріледі. Яғни 200 айлық көбейтеміз 3063-ке тең 612600 теңге. Енді 612600 теңгеге қандай көлемде сома беріледі? Яғни 612600 көбейтілген 20% тең 122520 теңге. Отбасы банкінде жылдың ішінде немесе бірден ақша салатын болсаңыз 612600 көлемінде осы соманы жинайтын болсаңыз максималды 122520 теңге премия алуға болады. Келесі жылдың наурыздың 1-іне дейін. Енді 612600-ды қалай жинаймыз? Дәл қазір қаңтардан бастап аймай салатын болсаңыз 51050 теңгеден жинайтын боласыздар. Немесе бірден 612600-ды шотыңызға сала салсаңыздар болады. Достар, ескере кететін жайт. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Сіз өзіңіздің шотыңызда 1 миллион теңге жинасаңыз да, сізге максимум 200 айлықке ғана 20% мемлекет тарапынан сыйлықақы беріледі. Яғни бүкіл 1 миллионға 20% берілмейді. 200 айлық қанша дедік? Яғни көбейтеміз 3060-ге 612600 биылғы жылға. Яғни сіз 1 миллион шотыңызға салсаңыз да, 1 миллион 800 салсаңыз да 122520 теңге аласыз. Енді осы жерде ұсынатын лайфхак. Міне қараңыздар. Өзіңіз шотыңызға 1 миллион 837800 салдыңыз делік. Яғни келесі жылдың 1-ші наурызына дейін сіз максималды 122520 теңге ғана премия аласыз. Енді сізге деген ұсыныс. Бұл жерде қандай принцип? Сіз отбасы банкында ашылған 10 депозитіңіз болсын, өзіңіздің. 10 депозиттің тек қана біреуіне ғана премия жүреді, және де максимум осы 200 айлыққа. Максимум 122520 ғана алуға болады. Енді бұл жағдайда қандай сізге ұсыныс? Осы 1 миллион 837800-ді өзіңіздің жақын туыстарыңыз, отбасы мүшелеріңізге депозит ашып бөліп тастаңыз. Яғни бір отбасы мүшесіне 612600, 612600, 612600. Мына жағдайда сіз 22520 ғана табыс табатын болсаңыз премия ретінде. Мына жағдайда сіз мен әр шотқа 22520, 22520, 22520. Келесі жылдың 1-ші наурызына дейін сіз мына жағдайда 367560 алып тұрасыз. Яғни бұл жағдайда мен тек қана осы 1 миллион 837800 көлемінде ғана айтып отырмын. Сомаңыз одан көп болса, мысалы 5 адамға салуға мүмкіншілігіңіз болса, 5 адамға салыңыз. Ол жағдайда мүлде сіз көп табатын боласыз. Енді тағы да тоқ етерін айта кетсек, биылғы АЕК өсті, сондықтан шотқа салу қажетті ақша да өсіп отыр. Яғни максимум 200 айлыққа ғана беріледі, достар. Ескере кетіңіздер. Көп адамдар осыны білмейді, ойлайды екен, ой, қазір шотыма 2 миллион салам, соның 20%-ын аламын деп. Жоқ, достар. Максимум 200 айлық, яғни 612600-дың 20%-ын алуға болады. Қазірден жинап бастайын десеңіз 51050-ден, немесе бірден шотыңызға бүйтіп лақтырсаңыз болады. Егер осы бір жылдың ішінде, 2022 ішінде көптеген ақша жинап үлгерем десеңіз, 612600-ден көбірек. Онда сізге деген ұсыныс, алыңызда әр шотқа осындай сомадан 612600-дан бөліп тастаңыз. Кейін келесі жыл мысалы несие алам деген сәтте аласыз да бәрін біріктіре саласыз, мына госпремияның бәрі бірігеді да сізге түседі. Ол деген қаншама сізге жеңілдік. Сол қымбат достар, жалпы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Үлкен өтініш, мен YouTube каналыма подписаться басып қойсаңыздар, мен үшін ол өте үлкен мотивация болатын еді. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.